Hayırlı kеш, ұлтшылдың кешкі ойлары. Достар, мен бұлай ойлаймын да, енді жаратушы Құдай Аллах Тағала адамды қазақ болып жаратты. Французды француз болып жаратты. Әр бір ұлтта өз тілі бар да. Хайуандарды алайық, ит үреді, сиыр мөңірейді, шошқа қорсылдайды. Сондықтан біздің Құдайға шүкір өз ана тіліміз бар. Сондықтан егер де біз өзіміз осы 21 ғасырда бір ұлт болып сақталып қалғымыз келсе, онда біз әлемге өзімізді қазақ болып көрсету керекпіз да. Ал қазір қалай? Қазақтарды бурят, якут деп ойлайды. Өйткені қазақтар орыс тілінде сөйлейді. Орыс тілін международный язык деп есептейді. Көбісі мақтабастар солай есептейді. Международный стрим деп блогерлер ашады. Ол не? Миында Советский Союз қалып қойғанда басында. Сондықтан орыс тілінен айырылмайды. Эфирларын орысша жүргізеді. Өйткені бір ДНК-да дерт бар да. Өйткені әкесі, шешесі орысша сөйлеген. Әлемді Москва арқылы, Ресей арқылы көретті. 21 ғасыр болды ғой. Біз егерде ұлтшыл боп, ұлт боп қалыптассақ, онда біз Құдайға шүкір қазақ тіліміз бар. Сондықтан қазақ тілі маңызды. Тек қазақша сөйлейік. Тілімізді біз әсіресе мынау белсенділер, ұлтшылдар, біз, мысалы, мен өзім үлгі боламды, міндетті түрде эфирлерімді қазақша жүргізем. Сондықтан қазақтар, қазақ тілі маңызды. Бір тіл, бір мемлекет. Тіл майданның мақсаты соған жету. Атазанымыздан орыс тілін алып тастау. Қазақстан, қазақ тілі. Біз жеңіске жетеміз. Мен оған сенімдімін. Мен оған сенемін. Біздің заманымыз, уақытымыз жетпесе де, біздің идеологиямен бізден кейін қалған жастар соған жетеді.